Сәлем қайырлы күн достар. Мотоцикл кілтпен өшпейді немесе мотоциклім қызыл кнопкаға бағынбайды деген кісілерге осы видеоны жалғастырып көрсете кетпекпін. Бұл алдыңғы видеода көрсеткен мотоциклдің моторынан свечке дейінгі ток шығаратын, моторда токпен қамтайтын ток жолы. Енді бұл барыстағы коммутаторда ақ сызықты қара токсым асып қалады. Дәл осы ақ сызықты қара токсым мотоциклдің мойнына барған кезде екіге бөлінеді. Біреуі мына замокқа барса, енді біреуі мына қызыл кнопкаға барады. Осы екі жерге барғаннан кейін бұларды кілтті қосқан кезде мына ақ сызықты қара токсымды массадан ажыратады. Ал кілтті жапқан кезде осы ақ сызықты қара токсымды массаға қосады да мотоцикл өшеді. Енді бұл қара токсымның негізгі ролы мотоциклді өшіру, яғни кері ток. Енді бұл барыстағы міне свечте де көріп тұрсыздар, 4 токсым тұрады. Ақ сызықты қара және жасыл. Одан кейін қызыл және қара. Енді жаңа кілтті қосқан кезде ақ сызықты қараны массаға қосылып тұрған жерден ажыратады, ал қызылды қараға қосып береді. Ал енді кілтті жапқан кезде қараны қызылдан ажыратады да, ақ сызықты қараны массаға қосып тастайды. Сол кезде мотоцикліңіз сөнеді. Одан кейін қанша тепсеңіз де бұл кері ток мотоциклдің оталуына кері әсер етіп тұрады. Жақсы, келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.